Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен салмасы сыр және асқабақтан жасалатын, қамыры үгітілмелі болатын самса дайындайтын боламыз. Алдымен бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға сармайымызды салып, ұнмен араластыра отырып, сармайымызды үгітетін боламыз. Егер сармай қатты болған жағдайда, оны ұнмен араластырып отырып, үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Біздің ұнымыз видеода көрсетілгендей болып шығу керек. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырды пакетке салып, тоңазытқышта 15-20 минуттай ұстайтын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Асқабағымызға уақыттап тұралған пиязымызды, тұз бұрышымызды, қантымызды және де сұйық майымызды салып, араластырып алатын боламыз. Енді екінші салмасына суға қайнатылған жұмыртқамызды уақыттап тұрып, сырымызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Содан соң дәм талғауымызға қарай көк шөбімізді салып, араластырып алатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырдан 25 штуктай самса шығатын болады. Мен 19-ын дайындадым. Қамырымызды құрттай бөліктерге бөліп, дөңгелетіп дайындап алатын боламыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жазып шығатын боламыз. Содан соң салмасын асқабағымызды салып, асқабақтың формасын жасайтын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, ашықтырған жерін жауып, жіптің көмегімен асқабақтың формасын жасайтын боламыз. Мен жіпті 2 орап жасағандықтан, піскен самсаның жібін алу қиынға соқты. Сондықтан да жібімізді 4-ке орап жасайтын боламыз. Келесі самсаны сырдан жасаған болатынмын. Оны да дөңгелектеп жазып, видеода көрсетілгендей етіп, формасын жасап алатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын самсамыздың бетіне жұқалап жағып шығып, пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің самсамыз дайын болды. Ол өте керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.